Сәлем достар, бүгін мен сіздермен жарты сағатта дайын болатын тез әрі оңай, дәмді бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керегі жылы сүт, жылы су, сұйық май, жұмыртқа, тұз, қант, дрожж және ұн керек болады. Ең алдымен жылы сүтімізді құямыз, оның үстіне жылы суымызды құямыз. Және де кішкене сұйық май қосып жібереміз. Өте дәмді шығады сұйық маймен бірге. Және мен бір жұмыртқа қостым. Жақсылап араластырып аламыз. Енді қантымызды қосамыз. Қантты дәміне қарай қосасыз, көлеміне қарай қосасыз. Дрожжды қосып жақсылап араластырамыз. Тұзымызды қостық, енді ұнымызды қосып жақсылап араластырамыз. Достар, қамырды жұмсақ етіп илейміз, қатты қылмаймыз. Жақсылап біріккеннен соң, осылай жұмсақ илеп, бетін жауып, 20 минутқа, 25 минутқа қоямыз. Мінекей менің қамырым осылай ашыды. Енді екі бөлікке бөліп алып, жаятын боламын. Мен домалақ бауырсақ пісіремін, сондықтан да кішкене қалыңдау етіп жаямын, қатты жұқа етпеймін. Мінекей бокалмен осылай домалақтап кесіп аламын. Қалған қамырларды да біріктіріп, қайтадан домалақ бауырсақ етіп жасаймыз. Домалақ бауырсақтарымыз дайын. Енді қызып тұрған майымызға салып, екі бетін жақсылап ауыстырып, пісіріп алатын боламыз. Мінекей осылай жақсылап көтеріліп жатыр. Екі бетін бірдей қызартып аламыз. Мінекей бауырсақтарымыз пісіп жатыр. Қонаққа да, өзімізге де өте тартымды, әдемі, дәмді бауырсақ. Формасы балаларға осындай домалақ формасы ұнайды. Сол үшін балаларға домалақ етіп пісіріп беріп жатырмын. Тез әрі оңай дайындалады. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Мінекей бескі шайға өте дәмді бауырсағымыз дайын. Видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.